Elhamdülillah, thumma elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillah, thumma elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Құрметті бауырлар, Алла Тағала бүгінгі күндеріңіздің сәтті болуын нәсіп еткен болсын. Бүгінгі біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен мына бір хадисті жеткіземіз. Алла Тағала яғни бізді мына өліп қалған жүрегімізді қалай тірілткісі келеді, қалай тірілтеді турасында сөз өрбітеміз. Көбіміз мына 5 күндік дүниенің күнәларына алданып қалған себептен, мына 5 күн дүниенің дүние мақсатында көп шұғылданған себептен біздер ақыретті ұмытып, жүрегімізді қатайтып алып жатамыз. Жүрегіміз қатайып, мейірімділік таныта алмай, сондай жүрегіміз қатқан үстіне қатқан, күнәнің үстіне күнә жиналған қалде, сондай Аллаға жолығатын ұлы сапарда кетіп бара жатырмыз. Алланың елшісі не дейді? Сіздер ғұламалардың отырыстарынан қалмаңыздар, отырыстарына отырыңыздар, отыруға асығыңыздар дейді. Яғни Алла Тағала сол біздің жүрегімізді сол ғұламалардың даналы сөздерімен жүрегімізді тірілтетінін айтады. Алла Тағала жүректеріңді сол ғұламалардың дана сөздерімен тірілтеді. Қандай мысал келтіреді оған? Құдды мына Алла Тағала жаңбыр жаудырып, жердегі тап-тақыр, қу-тақыр жерден өсімдіктер, дәнді дақылдар шығарған секілді, жерді тірілткен секілді Алла Тағала да сол мына даналы, хикметті сөздермен жүрегімізді тірілтеді дейді. Қазір әрбір мешітімізде, жер-жерімізде дәрістер өтіп жатыр. Өзіміздің аудандық мешіттерде мысалға дәрістер өтіп жатыр, қалалық мешіттерде дәріс өтіп жатыр. Егер де жүректеріміз қатайып, намазымызға немқұрайлы қарап жатқан болсақ, сонда ақыретімізге әрекеттеріміз азайып жатқан болса, күнәларымыз көбейіп жатқан болса, мейірімділік таныта алмай, сондай бір айқай-шуларға тап болып жатқан болсақ, фитналарға тап болып, не істеуіміз керек? Ғұламалардың отырыстарына асығуымыз керек. Пайғамбарымыз да Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам дейді, сендерге, сахабалар айтады, сендерге жәннаттың отырысын көрсетейін бе дейді. Сонда, я Расулалла, ол қандай отырыс? Яғни бізге көрсетіңізші дегенде не дейді? Алланы еске алған жерге отырыңыздар дейді. Алланы еске алған отырыстардан қалмаңыздар, міне сол жәннаттың отырыстары дейді. Және сол отырыста отырған, ол жерге сол дәрісті тыңдайын деп келген адам болсын, шын жүректен ниеттеніп келіп, болмаса біреуге еріп келген адам болсын, жай соғып кетейін деген адам болса да, періштелер сол жерде айналып тұрып истиғфар тілеп, Алланың кешірімін тілейді екен. Және де анадан туылғандай пәк қалде ол жерден аяқ басып сыртқа шығады екен. Көрдіңіздер ма? Өзіміз барып қоймай, қасымыздағы бейнамаз бауырларымыз болған болса, соларды тартып, соларды ертіп барып, өйткені ақыреттік досың ғой. Ертең ақыретте жәннатта онымен бірге болғың келеді. Әйтпесе не үшін оның артынан сен дос болып жүрсің? Егер де сен шынайы дос деп таныған болсаң, оны сен өзіңе қалаған жақсылықты оған да қалап, пайғамбарымыз қандай иманымыз кәміл болуға егер де әрекет қылған болсақ, сол өзімізге алған жақсылықты оған да қалап, біз барған дәрістерге оларды жайлап тартып алып барып, олардың да күнәларын кешіріліп шығуын, олардың да жәннатқа кіруіне себепші болуымыз керек иншалла. Алла Тағала баршамыздың біліп білмеген күнәларымызды кешірген болсын, естіген хадистерімізге амал еткен қолдардан болсын. Ва ахри дағуана ва анил хамдулиллахи rabbil alamin.